Сәлеметсіздер ме ұстаздар? Біз 2-1 оқу тобының студенттері Қайтен Мирас және менің әріптесім ол Қабис Дәулет. Бүгінгі біздің сіздерге ұсынатын бағдарламамыз ол Canva. Ал Canva дегеннің ішіне ол дайын шаблондарды және презентация жасауға көмектесетін арнайы бағдарлама. Және Canva'ны ашқан кезде оны Google аккаунттарыңызбен немесе ВКонтакте iCloud арқылы функцияны ашуға болады. Және бұл басты бетте Canva сіздерге сұрақ қояды. Не үшін Canva қосымшасын қолданып жатырсыздар деп. Оның ішінде жеке проекттегі білімге және бизнес және жұмыстарға. Енді сіздер көбіне студенттерге презентация, сұрақтар, тапсырма берген кезде презентация арқылы бересіздер. Және бұның ішінде өзіңізге дайын шаблон және презентация жасауға болады. Мысалы, Canva'мыз екіге бөледі. Canva Pro ол платный. Қазір біз презентация береміз. Мысалы, бізге қайталап отырсаңыздар. Слайд құру ғой, слайд жасау. Онда өзіңізге ұнаған шаблондар таңдап аласыз. Мұнда коронамен тұрғанда таңдамайсыз. Былай. Коронамен тұрған платный бар. Мысалы, мен осы шаблон таңдадым. Өзіңізге ұнаған шаблон өзіңізге қатысты. Мысалы, мен өзім осы шаблон таңдадым. Бізде мына шаблон, осы шаблоннан тексті кетіп өзіміздің таңдамымызды қойып, арай жұмыс істей береді. Шаблон не бар? Мысалы, қазір дизайн форматты қала береді. Осы дизайн осы сол үшін аластырасыздар. Текстің өзіңізге керек текст қоясыздар. Canva деп қоямыздар. Екінші бетке кіріспе мазмұнын сөйтіп жаза беруге болады. Бізге бұның артықшылықтары негізі артықшысы PowerPoint-тағында дизайн көп. Сосын жаманы интернет ұстамайды. Сосын бұл жерде реклама, білімге, презентацияға кез келген өзіңізді қалыңдаушы жұмыс істей бересіз. Бұл жерде тек қана шаблон емес, маркетинг немесе жарнама жасаған кездерде тоже қолдануға болады. Мысалға, бұл жерден біз главное менюға кіріп, осы поиске постер жазамыз. Это поиск главное меню кіріп. Мына жерде категория стиль деп бөлінеді. Онда өзіңізге керек стиль таңдап аласыз ішінен. Постер жазып ішіне. Мысалға өзіңізге керекті инфографика, ретро, золотой, немесе басқа да бір спортқа қатысы заттар болса, ол жерден дайын постерді алып жасайсыңыздар болады. Мысалы көрсетейік. Canva'ның ең жақсысы ол деген өте көп уақытты талап етпейді және сіздерге презентация білімін тоже қажет етпейді. Бұның ішіндегі Canva Pro ол ақылы, бірақ та сіздер оның ішінен ең тез және тегін функциясын ала аласыздар. Оны ноутбукпен де, сіз қолда тұрған телефонмен де әрбір неме істеуге болады. Мысалы, біз сізді бір мұғалім ұстаз болсаңыз, осындай балдар электромонтаж жүріш. бір соған қатысты таңдап аласыз өзіңіз. Сосын, мысалы, тренерді алайық, тренер өзінің залын жазады осында. Измен шаблон. Осы дизайнды алып, мысалы, өзінің залын атын, адресін, номерін сөйтіп қалдырасыз. Реклама істеуге осы Instagram салып қоясыз.
егер де мерге өзіңіздің суреттеріңізді қойғыңыз келсе, осы суретке басып, бұл жерден қойып кетіп, мына жақтан загрузка бөліміне кіріп, өзіңіздің керекті суреттеріңізді немесе залдарыңыздағы заттарды қоюға болады. Және егер де мына сары затты алғыңыз келсе де, бұны ысырып лайлы қоя аласыздар. өзіңіздің аты-жөніңізді жазып, анимация бұны өзгерте аласыз. Қалай десеңіз де. Мысалы, былай тұрды. Немесе сіздерге жазудың стилі ұнамаса, оның түсінде және өзінде өзгертуге болады. Былай айтқанда, ішінен басқа презентация жасайтын бағдарламалардан бұның ішінде өте көп мүмкіндіктер бар. Өздеріңіздің телефондарыңыздан сайт жасап көріңіздер, бұның ішіне біз өзіміз көмектесеміз. Bana айтып, ChatGPT-де алған тексті осыған салып істеуге болады. Бұндан дизайнды алып, ChatGPT-де тексті алып, екеуі бірін қосып слайд жасауға болады. Сосын қалай азайды кішірейтеміз? Шрифт өзгерту керек қой. Сақайтын Разный үш точка болады, соны бассаңыз. Біз өзіміздің фотомызден бір слайд жасадық. негізгі ерекшеліктер фонд дизайн жасау. Мысалға мына дизайнды алмап беріп, содан аламын. Келесі дизайнға бірін қоса бере аламын, әртүрлі тек осылар дизайн өзіңіздің қалауыңыз бойынша істейсіз ғой давай. Мына бір шаблонды алып алып, соны біз сала береміз ғой обычно. Екінші шаблоннан бір элемент, үшінші шаблоннан алып бір элемент етіп әрқайсынан бір қоса беруге болады. Сонда белгілі жеке жобалар. Болады. Біздің айтқымыз келетіні таңдау бағдарламасы өте тиімді және ыңғайлы, әдемі өзінің шаблондарымен презентация, анимациялар өзі дайындалған. Басқа бағдарламалардан қарағанда өте тиімді және ақылы болғанымен ішінен өзіңізге керекті затыңызды табуға болады. Сонда PowerPoint-те істегенше осы клажментегі кеңес береміз.